Өлімнен қорықпа, ол келгенде сен жоқсың. Өзіңді ренжіткендермен әлі де сәлемдесіп жүрсің бе? Онда Алладан қалағаныңды сұра. Достыққа дұшпандық қылған адам оңбас. Тәніңді шектен тыс асырап өсіруді көздеме. Өйткені ол бәрібір топыраққа айналады. Көңіліңді жетілдіріп бақ, өйткені абыройға бөленіп, ұлы орындарға баратын сол көңіл. Өзгелердің қателерін жасыруда түн сияқты бол. Кім құрмет көрсететін болса, өзі де құрмет көреді. Надандардың қасында кітап секілді үнсіз бол. Ей ғапыл адам, тәкаппарлықтан, менмендіктен арылып, қажетсіз нәрселерді доғар. Сонда барып саған Алланың рахымы жауады. Кілемді сабаушының мақсаты ұру емес, шаңын шығарып тазалау. Тура сол сияқты басқа түскен қиындық арқылы Алла тағала бойға біткен шаң тозанды қағып тазалайды. Ендеше неге сонша қайғырасың? Білгеніңді жеткіз, бірақ ақыл айтуға талпынба. Сен өзіңнің ойларыңмен, уайымыңмен және қорқыныштарыңмен жаратылған ғажайып жаратылыссың. Ойлау деңгейі төмендерден алыс бол. Сен үшін бүкіл есіктер жабылса да, күтпеген жерден ешкім білмейтін жасырын есік ашылады. Ал сен тек қана әрекетіңді істей бер. Сені байлаған бос істер сенің алға жылжуыңа кедергі келтіреді. Қай уақытта, қай жаста болсақ та, өз-өзімізден есеп алуға міндеттіміз. Нәпсіңді өшірушілерден емес, тізгіндеушілердің қатарынан бол. Басыңа қандай іс түссе де өмірден түңілме. Толыққанды кәміл адам деген ұғымға жету үшін өмірдің ақ-қара жолдарымен жүріп, асау белдерінен өту керек. Махаббат деген екі адамның бірін-бірі кешіре білуі. Қадіріңді білудің 16 тәсілі. Сені іздемеген адамды іздеме. Ешқашан ешкімнен ештеңе дәметпе. Артық сөйлеме. Сені сыйламаған адамның жанында жүрме. Өзіңе инвестиция сал. Өзгелер туралы ғайбат айтпа. Бірдеңе сөйлерден бұрын жақсылап ойлан. Себебі адамдар сені аузыңнан шыққан сөзіне қарап бағалайды. Жақсы киім ки, табысты бол. Уақыттың қадірін біл. Сыйластығы жоқ достан қаш. Өзіңе ақша жұмсап үйрен, сонда жұрт та саған ақша жұмсайды. Көп беріп аз ал. Шақырмаған жерге барма, шақырған жерден қалма, және барған жеріңде көп отырып алмай уақытыңда қайт. Өз ісіңнің шебері бол. Адамдарға бір-ақ рет телефон шал. Егер сені қадір тұтса, өзі хабарласады. Қызда қылық жоқ деме, момында былық жоқ деме. Әйелді табағынан, баланы талабынан байқа. Жақса елдің баласы да күтулі, жұмысы да бітулі. 15 жасымда білімге бет бұрдым, 30 жасымда бағынышсыз тұрмысқа қол жеткіздім. 40 жасымда күмәннен арылдым, 50 жасымда көктің еркін таныдым. 60 жасымда шындық пен өтірікті ажырата бастадым. 70 жасымда жүрегімнің қалауына ере бастадым. Біреуге дертіңді төккің келсе, әуелі ыдыстың тесік еместігіне көз жеткіз. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Көз сөйлейді, күле алады, бірақ ешқашан өтірік айта алмайды. Өйткені онда тылсым күш бар. Қарай берме бәріне сабырлықпен, әйтпесе арылмайсың ауыр жүктен. Жақсылыққа жауап бер жақсылықпен, жамандыққа жауап бер әділдікпен. Бүгінгі ақылым болғанда кешегі қателіктерді қайталамас едім. Бірақ кешегі қателіктерді жасамағанда қазіргі ақылым болмас еді. 40-та ақыл кірмегенге 50-де есін жинамайды. Негізі өмір сүру оңай әрі тамаша. Оны адамдардың өздері қиындата түседі. Адам екі нәрсенің қадірін оны жоғалтқанда ғана түсінеді. Ол жастық шақ пен денсаулық. Бүкіл әлем саған қарсы тұрса да, ұшақтың желге қарсы ұшатынын ұмытпа. Аз жесең көп өмір сүресің. Ештеңеге қарамай баста. Әрі қарай жол сені өзі-ақ жетелейді. Танымай жатып тамсанба. Өмірде мүмкін емес бір нәрсе бар, ол бәріне бірдей ұнау. Біреуді тастап кеткеннің өзі де тастанды болады. Өзгені кешірмегеннің өзі де кешірімге ие болмайды. Өзгені алдағанның өзі де алданады, біреуді жазалағанның өзі де жапа шегеді. Тумай жатып толдым деме, толмай жатып болдым деме.
Кім раушан гүлін алғысы келсе, оның тікенектеріне де төзуі керек. Адалдан тапқанның өміріңе жетеді, алдап тапқанның селге кетеді. Көргенсізбен жолдас болма, опасызбен сырлас болма. Жаман ісінен көрмейді, кісіден көреді. Кешіру қабілеті күштінің қасиеті. Қанша аяз болғанымен көктем шықпай қоймайды. Жаздың соңы сарғайған күзге айналмай қоймайды. Ауруда шаншу жаман, сөзде қаңқу жаман. Жүрек нені ойласа, тіл соны сөйлейді. Білімдімен бір жүрсең, кемтік жерің білінбес. Құрметті тыңдарман, назарларыңызға рахмет. Егер нақыл сөздеріміз ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеле кетіңіздер.